берілді. Біз бұл сұрақты біртіндеп жеке-жеке зырылдатып жауап берейікші. Кім қайдоқтан бастайын? Ал әділет айта ғой. Жолының сырзаты мен ағзатының айырмашылығы сырзаты жолының сыртында, ағзаты ішінде болады. Олар қандай қызмет атқарады негізі? Бір қалыпты рефлекшн істеу. Сыржаты қозуды қабылдайды, ағзаты не істейді? Ал қағы? Димаш айта ғой. Жолының құмырға қалды отырын тұрады. Сырзат және ағзаттан және оның ішінде жолын мүйізді болады және көбірек тәртіпті мүйізді тұрады. Апай, мен апайдың омыртқа жотасында орналасқан. Ал жасылар. Шекі жүйке жүйесінің қызметі қандай? Ішкі мүшелерді бақылау, ермен Ол орталық жүйке жүйесінен басқа барлық жүйке жүйесі шеткі жүйке жүйесі жатады. Тағы. Ал айта ғой Оралхан. Жолын қандай негізгі қызметтерін атқарады? Ол өткізгіш және рефлекс қызметтерін атқарады. Осы екі қызметті атқарады. Тамаша. Дұрыс па балалар? Сендер сұраққа басқа оқушының да сұрағына мән беріп отырыңдар. Егер ол дұрыс болмаса толықтырамыз. Ал жатсаңыз. Парасимпатикалық жүйке жүйесінің қызметі қандай? Ол ағзадағы жұмыстарды баяулатады және жүрек соғысы мен қан тамырларының жүрек соғысының қызметін баяулатады. Тамаша. Құлан. Сұрақ тоқтыршы. Дайынсыз ба? Жұлынның зақымдалуы қандай салдарға келуі? Зақымдалуы, Жұлын зақымдалса қандай салдар болуы мүмкін дейді. Басқа жауап беретіндер бар ма? Жұлын зақымдалса дейді, ағзада қандай үдеріс болады дейді. Ал, әділет айтады. Қолы немесе аяғы істемші қимыл қозғалысқа келеді. Себебі жұлында не орналасқан? Себебі жұлында не орналасқан? Оны не деп айтамыз? Жүйке сегменттері орналасқан. Отыра қойылады. Тамаша. Тамаша. Ұлпан. Сұрақ қойшы. Жұлынның ұзындығы бар ма балалар кітапта ақпарат ретінде? Кеше қолдарына қосымша ақпарат берді ғой жүйке жүйесі бойынша? Сегмент қой, 31 сегмент. Ұзындығы ше? 42-45 сантиметрді құрайды екен. Отыра қойылды. Ал Ақниет? Сұрақ тоқсай? Рефлекс доғасының негізгі бөліктері дейді. Білеміз ба? Рефлекс доғасы қаяқта? Ең қарапайым рефлекс доғасы біз не деп айттық? Тізе рефлексті деп өткен жоқпыз ба? Тізе рефлексті неде орналасқан? Тізе рефлексі Рефлекс доғасының ең омыртқада орналасқан балалар. Отыралар. Ал, Алпысбай. Жүйке жүйесі қандай негізгі екі критерий бойынша бөлінеді? Жоқ, бірінші қалай бөлінеді дейді жүйке жүйесі? Жүйке жүйесі қалай бөлінеді? Орталық және шеткі жүйке жүйесі болып бөлінеді. Орталық жүйке жүйесіне не жатады, Алпысбай? Тамаша, отырады. Алтын. Қазір айтып ғой, бәріміз айтып. Ал, кім мәжілді? Ал, саясын. жүйке жүйесі неге автономды деп аталады? Ол бізді себебі бағынбайды. еркімізге бағынбайды. Себебі вегетативті жүйке жүйесі ненің басқарылуына тәуелді? Вегетативті ішкі ағзаның, біз айттық, не деп айттық оған?
Ол бізге бағынбайды. Бізден тыс. Біз оны вегетативті деп айтамыз. Отырамыз. Тамаша. Ал нұрболат бағын? қандай жолмен ақпаратты тасымалдайды? Қандай жолдармен ақпарат тасымалдайды? Симпатикалық. Не істейді? Қызметі қандай деді? Ол жүрекке жаңа тыныс алуға және қан тамырларда. Не істейді оны? Кім толықтырады? Не істейді? Симпатика және парасимпатика деп вегетативті жүйке жүйесін бөлдік, иә? Енді симпатикалық жүйе деген не дегенді білдіреді? Белсенді дегенді білдіреді. Ал парасимпатика ол баяу дегенді білдіреді. Ал енді симпатика жаңа парасимпатика бізге айтып берді ғой Кәусарғыз? Жүректің тыныс алудың баяулауы деп. Ал енді керісінше симпатикада ол не істейді екен? Жылдамдайды және белсенді күйге келтіреді. Сопақша мидың артқы бөлігінде омыртқа жолдасында тамаша. Сезім, алайда ойласам, тамаша. Қимыл қозғалыстан айырылуы мүмкін. Себебі омыртқада не бар деп айттық? Жұлында не бар? Сегмент, тері бар, сегмент салшықтары бар. Тамаша бала. Жаңғақ неге ұқсайды негізі? Миға, иә? Не үшін миға ұқсайды ол? Сонымен қатар ол қандай жүйеден тұрады? Құрылысы бойынша қыртыстарда және бөліктерден. Сонымен қатар оның сырт қалыбында, ми қалыбында орналасқан. Ол қанша бөлімнен тұрады негізі? 5 бөлімнен тұрады. Ал бұл жаңа тақырыпқа өтпес бұрын әдемілеп видеоны көріп алайық, иә? Сосын сендер тапсырма орындайсыңдар. Бәрін мұқият болыңдар. Енді бала не дейікші? Бәріміз мұқият тыңдадық па ақпаратты? Мен туралы біз білеміз бәріміз, иә? Қазір мен барлық топқа бірдей тапсырма беремін. Ол тапсырманы орындау үшін бізге тек қана суреттер керек. Сол суретті ешқандай сөзсіз сол бөлімдерге отырғызасыңдар, немесе айтасыңдар, не жазып қоясыңдар. Сосын оны ортамыздағы жаңағыдай кіммен Ақниет, Ұлпан дегендер жауап береді, мақұл ма? Тек суретпен баяндаймыз. Суретті осы жүйеге баяндаймыз. Мақұл ма? Суреттерді отырғызамыз соған. Ол жерде не болады? Біз білеміз, көз арқылы қанша ақпаратты қабылдайды адам? 90% ақпаратты тек көзбен қабылдайды екен. Иә? Сол үшін де қазір сендер берілген суреттен не қабылдай алдыңдар? Нені сездіңдер? Оны қалай орындай алады екенсіңдер? Ол бойынша жұмыс істейміз. Бірдей, қазір сендер кеш қап қойсаңдар, бірінші орындаған ой, молодец. Сендер вообще дайын еместің белгісін бердіңдер ғой? Дайынбыз ба? Екі. Ал бақылаймыз. Бірінші болған топ Димаштың тобы. Сендер тыңдап отырыңдар. Ол берілген ақпарат дұрыс па? Әлде түзетулер енгізу керек па? Бастаймыз. Димаш Ерасыл мен Саят айтсыншы сезім үшеуі. Төбе бөліміне сөйлеу жатады. Ал Үйде бөлімінде көру. Тамаша. Ал самай бөлімде есту жатады. Өте тамаша. Бөліміне қозғалу. Қимыл, қозғалыс. Тамаша. Сосын? Ал маңдай ойлау және Дұрыс па балар? Иә. Сәл дұрыс емес сияқты.
қателік бар самай бөлімінде. Маңдайда ше реттеген жоқпыз ба? Таза әділ болу керек. Өте тамаша. Қан Аслан айтыңызшы, отыра ғой, сезім саяқ тамаша. Аслан мен Пердехан айтыңызшы, қай ми бөлімде нені орнатқандығы туралы. Ал, Пердехан, Аслан. Маңдай бөлімі ойлану, төбе бөлімі сөйлеу, самай бөлімі есту, қозғалу. Тамаша, молодец. Шүйде бөлімі көру. Ой, молодец, Пердехан. Тамаша. Ал, сендерді көрейік. Бір қатеміз бар да. Ұлпан айтсыншы, Ұлпанға берші, жазба. Ұлпан, айта қойшы. Ұлпан айтшы. Шатасқандан білетін шығарсыңдар. Ұлпан, тұра ғой. Сен айта қойшы осыны. Аңдай, көзімен. Ұлпан, Шүйде бөлігіне көру, мишыққа не жатады? Мына сурет нені беріп тұр негізі? Қимыл, қозғалыс пен тепе-теңдік. Ой, молодец, тамаша. ал түйсікпен Өте тамаша бала, жарайсыңдар, отыра қойдар. Бала, сендер білесіңдер ма? Біз жақсы нәрсені ойлап, білімге талпынып, бір нәрселерді жасағымыз келсе дейді, онда біз ойланатын болсақ, ол туралы мен ертең сабақ оқуым керек, немесе мен болашақта білімді, жаңағыдай адам болуым керек, өзімнің жеке мамандықтарым бойынша дейтін болса, онда біз ойланамыз ба? Жақсы ой ойлап өзімізді дамытқан кезде ми қыртыстар пайда болады екен миымызда. Сол ми қыртыстары не істейді? Адамның миының дамуына өте жоғары деңгейде әсер етеді. Бәрін тез алыңдар, сен маған жетті. Бала, осы берілген жаңағыдай ақпараттарды ми бөлімдеріне сәйкестендіріп шығыңдар. Берілген ақпарат қай ми бөліміне тәуелді? Бәрімізге жетті ме? Ал, берді. Сәйкестендіреміз ақпаратқа тиесілі. Тез жылдамдатып ойнайды. Тапсырма? Әркім жеке фамилия аты жөндеріңді жазып қойыңдар. Жылдамдатамыз. Мақұл. Тек сол белгілеген жүйе бойынша қалсын. Бала сіздер шашаған сияқтысыңдар ғой, бәрін шашадыңдар, енді бері қараңдар. Мен ең жүйрік жанмын деген бір серік түсәк ойнап жүрекші тура осы миымызға. Миларын қорытпай қалған сияқты көп ақпарат алып қойған. Дұрыс па? Ал. Болды. Сәйкестендіреміз қазір. Бастамай тұрыңдар ештеңені. Бірінші ойнап алар, сосын сәйкестендіреміз. Мақұл ма? Кімге жетеді? Ал енді балалар бері қараңдар. Бәрінің ручкалары бар, Енді бастаймыз. Бір, тез бояндар, мен 20-ға дейін ғана айтам. 3, жоқ, бір деген тапқан сандарыңды тез дөңгелектен дерсек. 3, 5, 7, тез болуларың керек. 8, 9, 11, 17, 6, 2, 13, 21, 47, 33, 20, 16, болды. Фамилия аты жөндерін жазып қойыңдар. Тек сразу фамилия аты жөнін жаз, белгілеме. Ағниетте болды, қазір көрген болды. Жүйрік бекесіңдер балар? Белгілеме, саят бұндай болмайды вообще. Бұндай өздеріне қайтып береміз. Ал сәйкестендірекші. Болмайды, олай Аслан. Балалар бері қараңдар. Сендерге сәйкестендіру бойынша берілді. Сопақ
ми, артқы ми, аралық ми, мыйшық, орталық ми және үлкен ми сыңарлары. Соның ішінде сопақша ми, жүрек соғысы, тыныс алу жиілігі не істейді? Іс-әрекеттерге жауапты. Себебі сопақша ми бұзылатын болса не болады? Адам өлуге жаңағы өліп кетуде мүмкін екен. Ал артқы ми көпірі не істейді? Жүйке сигналдарымен төмен бағытта өткізу, яғни үлкен ми сыңарларын миышыққа дейінгі жүйке сигналдарын жоғары бағытқа өткізеді. Миышықтан үлкен ми сыңарларына дейін жіберіп отырады екен. Ал артқы миышықта тепе-теңді қимыл қозғалыс, сендердің жүрек тұруларының белсенділігі. Орталық ми, визуалды дыбыстар, ақпаратты жаңағыдай биологиялық маңызды талдау, жүйке сигналдарын өткізу, көздің қозғалысына бағдар береді екен. Аралық ми, нейроналды реттелудің орталығы, шөлдеу, жаңағыдай ашығу, ұйқы жұмысының, жаңағыдай терморегуляцияның кейбір бездердің қызметіне аралық ми жауапты екен. Үлкен ми сыңарлары екі жақшаға, ол оң және сол жарты бөлікке бөлінеді. Сендерге айтқан болатыны, біздің миымыздың оң бөлігі дененің қай бөлігіне жауап береді? Сол бөлігіне. Ал сол бөлігі оң бөлігіне. Соның ішінде сол бөліктегі сол бөлігі дұрыс жұмыс жасайтын өте белсенді болса, олар қандай адамдар типіне жатады? Олардан көп жазушылар, математиктер, ал оң жақтамызда суретші, жазушы, өнер болды. Тамаша. Бәрімізге белгілі, Ал енді олар сендерге бірақ көруге тырысыңдар енді. Ұрыспаймыз. Балалар бері қараңдар. Негізі ол сәл мен жаққа көремін дегендеріңе. Ал енді көретіндерін бәріміз бері қараймыз. Сосын жаңырамай, қол көтеріп, әр топтан, бір-біріңнен сұрап, одан кейін жауап беріңізші. зақымдалса қайта қалпына келмейді. Бірақ ұзарып шырмалып өсе береді. Қандай жануардың миы жоқ дейді? Жүрек
тамаша. Егер біз түсінікті бүгінгі сабақта сендер үшін түсінікті екен. Бәріміз балымызды қойып жатырық па? Иә. Қоймай жатырық па не? Бәріміз фамилия аты жөндеріңді жазып қойған шығарсыңдар? Бәрі сол бағалау бойынша таза, анық бағалаңдар, мақұл ма? Қазбаларына мидың. Мен сендерге бара алмаймын, сезім. Бір группа осы жерге келіп тұра салыңдаршы. Кел мен соткамның қасына келіп, нерде көрсетілген ми бөлімдеріне қараймыз. Мына қағаздағы ми ғой, сендер оны көріп тұрсыңдар. Ана ағылшынша сөзі мен жанына әдейі қазақшасын жазып қойғам. Қазір қараңдар, сендерге миды көрсетеді. Ол ми қай бөлім екен, сендер жауап бересіңдер. Не деп аталады дейді, ана жерде қазақшасы бар. Маңдай. Маңдай деген ана жерде қай белгімен жазылған енді? Дұрыс екен. Өте тамаша. Ал енді сендерден мидың қай бөлігін сұрап тұр? Димаш? Сендерге қарап тапсырма берді. Сендер сол бөлімді атаңдар енді. Не жерде оның қазақшасы да, ағылшыншасы да жазылған. Екіде. Төбе. Енді қай бөлім көрсетіліп тұр? Алдың